Қош келдіңіздер, құрметті Жайко арнасының көрермендері. Біз бүгін Астана қаласындағы Экспоның жанында тұрған Астана Хаб дейтін технопарктың жанындамыз. Бүгін осы бейнероликте біз сіздерге экскурсия жасайтын боламыз. Бұл технопарктың ішін сыртын көріп бағалайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Достар, қазір бізге осы технопаркты таныстыратын гидіміз. Есіміңізді айтып кетсеңіз. Мен есімім Гүлвира болады, саламатсыздар ма? Мен осы Астана Хабтың пиар және маркетинг кеңсесінде менеджер болып жұмыс істеймін. Және сіздерге қазір Астана Хабтың жұмысын таныстырамын. Жақсы, кеттік. Мына жер бізде кіреберіс. Бұл жерде ресепшн орналасқан. Ресепшнде отырған қыздар сіздерге қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жауап беруге дайын. Мысалы, осында келген қонақ қай тілде сөйлесе, сол тілде жауап беріп, бағыт-бағдар көрсетеді. Әрі қарай Әрі қарай бізде бет әлпетті тану, Face ID жүйесі. Бұл жүйеге базасына енгізілген адамдардың кіріп шыққаны тіркеледі. Ол осында жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмысқа келген және жұмыстан кеткен уақытын тіркеуге ыңғайлы. Мысалы, мен жұмыс істеймін, осы жерде таңертең нешеде келем, сол тіркеледі, және кешке нешеде шықтым, сол тіркеледі. Және кез келген адам өте алмайды, тек мен бетімнен танып қана өте аламын. Мысалы, сіз бұл жерге кіре алмайсыз. Көрсетіп кетсеңіз. Мысалы, міне бетім танып тұр. Ал мен өте алмайым, Сіз өтіп көріңіз. Жоқ, Сіз өте алмайсыз, Жақсы. Face ID, Бұл Face ID жүйесі. Бізге ашып бересіз ба есікті? Немесе кездесу өтеді, немесе бір шара өтеді. Сол анонстар осы видео телеэкрандарда көрсетіледі. Және осы орындықтарда отырып тынығуға, демалуға болады. Бұл теледидар ма, әлде LED экрандар ма? Бұл LED экрандар болу керек. Шынын айтайын, ол жағын мен білмеймін. Жақсы. Міне өзіңіз көріп тұрғандай, бұл бізде Silco Accelerated бағдарламасының қатысушылары, солардың видеосы. Қырғызстаннан келген өкіл компания. Жақсы. Осында видеолар көрсетіледі. Осы жерде отырып демалуға болады. Кофе ішіп, қызметкерлер отыратын жер көбінесе. Қызметкерлер емес, осында отыратын резиденттер. Қызметкерлер де отырады. Ондай шектеу жоқ. Кез келген адам келіп отыра алады. Жақсы. Классрум барлық тренинг өткізуге қажетті жабдықтармен жабдықталған. Тақтаны көріп тұрсыз, проектор бар, орындықтар, парта, әдемі безендірілген, ерекше безендірілген. Бұл классрум тегін бе, әлде ақылы ма? Бұл классрумды тегін алуға болады, бірақ жаңағыдай сайтқа тіркеліп алатын уақытыңызды белгілеуіңіз керек. Жақсы, түсінікті. Әрі қарай жүреміз. Бұл бізде lecture hall, бірақ қазір ішінде адамдар жұмыс істеп жатыр, кедергі келтірмей қойық. Бұл жерде де жаңағыдай семинарлар, тренингтер, мастер-класстар, келіссөздер жүргізуге болады. Және классрумдағыдай алдын ала сайтқа тіркеліп, заявка тастау керек, тапсырыс беру керек. Бір жағы арт өнер тақырыбында, екінші жағы математика тақырыбында. Бұл коворкингтерде стартаптар отырады. Келіп, кез келген уақытта орын алып, жұмыс істеуге жағдай бар. Менде сұрағым бар, математика дейсіз, арт дейсіз, оның айырмашылығы неде, ол коворкингтердің? Айырмашылығы жоқ, ондай атаулар. Математика, чтобы адамдар шатаспасын деп қай жерден. Іші осындай кең, жарық, барлық жағдай жасалған орындықтар, үстелдер,
Су бар міне. Кулері, иә. Бұл бізде TikTok аймағы, осы Астана хабта орналасқан стартаптар болсын, қызметкерлер болсын, ешқандай шектеу жоқ. Келіп, TikTokқа видео, фото түсіре алады. Келіңіз, мына жақтан жақындап көрейік. Мысалы, мына жерде түсіруге болады. Мынау шамдар бар, штатив телефон қойған ыңғайлы. Осы жерде тұрып, мысалы, сіз өзіңіздің видеоңызды түсірсеңіз болады TikTok аймағы. TikTok біздің Қазақстанда жалпы ел бойынша, жалпы әлем бойынша сұранысқа ие платформа ғой, жазылушылар көп. Біз Астана хаб 2022 жылдың қазан айында TikTok компаниясымен меморандум жасасқан, бірлесіп жұмыс істеу жөнінде. Бірлесіп жұмыс істеу, Қазақстандағы платформаны дамыту туралы меморандум жасасқан. Осы TikTok бұрышы, былайша айтқанда. Кез келген адам келіп, осы жерде контент түсірсе болады. Мен ішіне кіріп көрейік, Аха, көрейік. Ол сол кездесу... Иә, мысалы, ешкім естімейтін қылып кездесу керек болса, осы жерге кіріп сөйлесе аласыз. Мысалы, собеседованияға біреу келсе, осында бөлмеге кіріп сөйлесеңіз болады, немесе ноутбугыңызды ашып, жаңағыдай Zoom-мен қосылуға болады. Осындай жұмыс істейтін жер. Ешкім кедергі келтірмейді, тып-тыныш отырып Бұл бізде... жұмыс істесеңіз болады. Көріп Просто телефон қояды үстіне, да? Бұл бізде Астана хабтың ең үлкен залы, іс-шаралар өтетін зал. Бұл жерге шамамен 200-300 адам сыяды. Барлық үлкен шаралар осы ивент холлда өтеді бізде. Сыймаған адамдар көріп тұрғаныңыздай баспалдақтар бар. Сол жерге де орналасуға болады. Баспалдағымыз дизайнерлік. Жасалған дизайнерлік түрде. Жиі болып тұра ма сіздерде? Шаралар өте көп болады. Күнделікті десектер, күнделікті болады шаралар. Ол шараларды қайдан көруге болады? Біздің әлеуметтік желілердегі парақшалар өтеді деген ба? Өтеді дегенді де біз айтамыз, оны осы әлеуметтік желідегі парақшаларымызда Инстаграмда айтылады, Телеграм каналымызда айтылады, және өткеннен кейін де видео, фотолар сол парақшаларымызда салынады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Жақсы, түсінікті. Мына сурет өте қызық сурет. Бір жағы нақты ғылымдарға арналған. Көріп тұрсыздар, химия, математика, Аристотельден бастап Архимед. Қаныш Сәтбаев деп отырмын. Иә, Қаныш Сәтбаев біздің қазақтың ғалымы. Және екінші бөлігінде шығармашылық адамдары, гуманитарийлер. Шыңғыс ханнан бастап Абай атамыз, Құрманғазы бейнеленген. Менде сұрақ бар, неге мына жақ қара ақ, мына жақты шамалы түсті болып тұр? Өйткені мына жақ шығармашылыққа бейім адамдар, түрлі түс, жарқын, әдемілік. Мына жақ нақты ғылымдар, оларға нақты сандар, бәрі нақты олар үшін, сондықтан ақ қара түсті. Қабатқа көтерілейік. Бұл жерде байқасаңыздар осындай еденде белгілер көрсетілген, жолдың қайда апаратыны бәрі жазылған. Тез табуға болады, қайда бару керек екен. Мына жақты көрсетейін енді. Мына жер стартаптарға арналған ас бөлмесі. Мысалы, сіз үйіңізден тамақ алып келіп, осында тоңазытқышқа салып, немесе тамақ жылытқышқа жылытып, жаңағы орындықтарға отырып жесеңіз болады. Мерзім өтіп кеткен тағамдарды сақтамаңыздар деп жазылған. Ескерту. Ішін арып көрсетейін. Ой, кешіріңіз, мынандай тамақтар бар. Кез келген өзіңіздің тамағыңызды әкеліп салып қойсаңыз, рұқсат етіледі. Және 2 микроволновый пеш. Шкаф. Сол тұратын жер. Иә. Ыдыстарыңызды өзіңіз алып келіп, өзіңіз алып кететін шығарсыз. Жуатын жері бар. Ыдыс обязательно міндетті түрде ыдыс жуу керек, қалдырып кетуге болмайды. Әркім өзінің артынан өзі жинайды. Бұл бізде... Бұл, иә, жинайтын кесте. Қоқыс салатын жәшіктер. Бізде қоқыс байқағаныңызда бөлінеді, пластик бөлек, қағаздар бөлек жиналады, аралас бөлек жиналады. Әрі қарай жалғастырайық.
Екінші қабатта да екі коворкинг бөлмесі бар. Бір жағы мюзик тақырыбында музыка, екінші жағы физика тақырыбында. Ол былай бөлінген, адамның сол жағы миы логикаға негізделген, ол жағы миы шығармашылыққа негізделген. Стоп. Байқа, артын байқа. Есік. Сөйтіп шығармашылық жағы музыка деп аталған, логика жақын жағы физика деп аталған. Сөйтіп атау берілген. Іші бірінші қабаттағыдай дәл. Мұнда да стартаптар отырады. Коворкинг көрейік. Мынандай демалыс орындары бар. Байқасаңыздар, бәрі еркін. Кім қай жерге отырғысы келеді, қалай отырғысы келеді, қалай жұмыс істегісі келеді. Еркіндік берілген. Бұл жерде демалыс бөлмесі, салмасы. Мен келіп отырып, тынығып, ұйықтаймын десеңіз де болады. Мына жерде тағы да жаңағыдай private бөлме. Әр коворкинг жасын келден біреу болып тұрады. Бір-екеуден бар, иә. Мына жақта енді шам істейді екен. Үшінші қабатта стартаптан бастап бір табысқа шыққан компаниялар орналасқан. Мысалы, Дамумед, бәріміз білеміз, иә, медициналық қосымша. Индрайв кеңсесі. Достар, қазір біз блокчейн центрде жұмыс істейтін қызметкерден бірінші сұрақ сұрайтын боламыз. Саламатсыз ба, өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз? Саламатсыз, менің есімім Айнұр, осы блокчейн центрде project менеджер аталуым. Сіз бұл жерде неше уақыт бойы жұмыс істейсіз? Жұмыс істегеніме қателеспесем бір 2 айдай болып қалды. Біздің негізі блокчейн центр орталығының өзі алдыңғы жылы 16 маусымда ашылған болатын. Сосын біздің командамыз қарап кетсеңіз, бұл жерде көбісі жақын арада келген. Ары кетсе, біздің өзіміз CEO-ның өзі 1 жыл бұрын келсе, кейбіреулеріміз бірнеше ай бұрын келді, кейбіреулеріміз әлі стажировка өтіп жатыр. Сізге жалпы технопарк ұнай ма? Астана Хаб, иә, ұнайды. Несімен атап кетсеңіз? Астана Хабтың өзі негізі беретін мүмкіндіктері өте зор. Ондай мүмкіндіктерді көп жерде таба алмайсың, әсіресе қазіргі таңда Қазақстанда IT қауымдастығы өсіп келе жатыр. Ондай қауымдастыққа негізі былай айтқанда нелер керек? Opportunities керек, яғни ол адамдар өздерінде қабілеттері бар, скиллдары бар, өздерінің бір ақылдары бар, ойлары бар, олар өздері мысалы стартаптарын бастайды, өздері бір келешекте компания ашқысы келеді. Әрине әрбір стартаптың былай айтқанда негізгі мақсаты юникорн болу ғой. Қазақстан бірінші юникорны болу. Сол мен ойымша Астана Хаб технопаркі осындай юникорн болуға, стартаптарын ары қарай дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Өзі Астана Хабпен жұмыс істеген өзіміз негізі бірнеше іс-шара ұйымдастырған болатынбыз блокчейн центр атынан. Астана Хабпен бірге сол іс-шараларымыз өзі сәтті өтті. Соған Астана Хабқа үлкен алғысымыз да бар. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Қазір 4-ші қабатқа ма? 4-ші қабатқа. Қазір білім беру бағдарламалары кеңсесіне бара жатырмыз. Сәлеметсіз бе? Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз? Сәлеметсіз бе? Мен Жансия, Астана Хаб қатысушыларын тіркеу кеңсесінің басшысымын. Бұл жерде біз IT компанияларды, стартаптарға, компанияларға Астана Хаб қатысушысы мәртебесін береміз. Ол үшін олар белгілі бір тіркеу рәсімінен өтеді.
содан кейін оларға тиісті құжаттарды береміз, келісім шарт жасаймыз. Содан кейін олар біздегі бағдарламаларда қатыса алады, немесе біздегі салық жеңілдіктеріне ие бола алады. Соларға қолдау көрсетеміз, кеңестер береміз, мысалға бухгалтерия жағынан болсын, салық жағынан мысалы сұрақтар болады. Себебі өзінің бір ерекшеліктері бар Астана Хаб қатысушысы болып, қалай декларация, мысалы салық декларацияларын қалай тапсыру керек, сондай жағынан біз мысалға көмек береміз. Және де қалай тіркелу керек екенін, қандай құжаттар тапсыру керек екенін, соның барлығын сол жағынан кеңестерімізді береміз, ақпаратпен бөлісеміз. Жақсы. Бізде бірнеше сұрақтарымыз бар, соны қойып кетсек. Бірінші сұрақ, технопарктың басты мақсаты, яғни миссиясы қандай? Негізі бірнеше мақсаттары, миссиялар бар. Ал түпкі былай миссиясына қарайтын болсақ, ең бастысы ол IT экожүйесін Қазақстанда құру. Ол IT экожүйенің қатысушылары бір-біріне келешекте енді әрине бір-біріне осындай технопарксыз да өздеріне көмек бере алатындай дәрежеге жетуге. Мысалға, бізде қазіргі таңда Астана Хаб қатысушысы болып тіркелген компаниялар мен келісім шарт жасасамыз, сол келісім шартта бірнеше талаптар бар. Ол талаптардың бірі, мысалға, біздегі акселерация, инкубация бағдарламаларына олар міндетті түрде қатысып, өздерінің бар сараптарын бөлісу керек, кеңес беру керек жас стартаптарға, немесе түлектерге, енді ғана IT мамандығын таңдаған, немесе стартап жасайын деген жасөспірімдер болса, соларға міндетті түрде олар кеңес беру керек, немесе стажер бар, мысалға, стажер ретінде өздеріне алу керек деген сияқты талаптарды біз мысалға қазіргі таңда келісім шарт арқылы мысалға талап қойып сұраймыз, ал келешекте оның барлығы мысалға өздері автоматты түрде дейді ғой, өздері біреудің мысалы келісім шартсыз ақты жай осылай көмектесуге ынтасын көтеру, мысалға ынтасы дейді ма, көтеру басты түпкі бір мақсат. Ал былай қазіргі таңда алдыға қойған краткосрочный дейді ғой, қысқа мерзімді мақсатымыз ол 2025 жылға дейін IT компаниялардың үлесін, шетелдік нарықтағы үлесін көбейту, $500 миллион дейін жеткізу. Біздің қазақстандық тауарлар дегенде енді IT тауарлары, өнімдері, ол жасанды бағдарламалар, немесе олардың қызметтері IT-ға байланысты шетелдік нарыққа шығару. Соның көлемін $500 миллион жеткізу. Келесі сұрақ. Технопарктың құрамына кірген компаниялардың қандай да бір жетістіктермен бөлісе аласыз ба? Бізде қазіргі таңда 1200-ден астам IT компания Астана Хаб қатысушысы болып тіркелген. Солардың ішінде негізі жетістікке жеткендері көп. Мысалға, қазір ең танымалдарының бірі, мысалға, ол 100 грамм, мысалы, естіген шығарсыз, жақында $1,5 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция алды. Енді стартап компанияларға ең басты жетістік, барлығын әртүрлі әрине, ол бастысы инвестиция алу, мысалға тарту өзіне, немесе шетелдік нарыққа шығу, танымал болу, ең басты мысалға критерий дейді ғой, жетістікке жеттім деген мысалға. Соның бірі мысалға инвестиция жағынан 100 грамм, Apartix-та мысалға жақында Big Sky Capital деген венчурлық фондтан ауқымды көлемде инвестициясын тартты өзіне. Содан кейін Kid Security деген бар, ол GPS трекер, балаларды мысалға тексеріп, ата-аналар қайда екенін біле алады, оларды тыңдай алады деген сияқты. Сондай мысалға GPS трекер, ол Америка, Европа нарығына шықты. Сол жерде мысалға оның сұранысы көбірек, мысалға Қазақстаннан гөрі, мысалға, ол да жетістік деп айтуға болады. Қазақстанда да әрине бар, бірақ басқа жақта да сұранысқа ие, яғни ол өзі ерекшелігі бар. Басқа мысалы трекерларда бар ғой басқа елдерде, бірақ кит таңдап жатса, ол мысалы топ 3-тің ішіне кірді. Польша бойынша білем, Европаның кейбір мемлекеттерінде де кірген. Паркур мысалға естіген шығарсыз, аэропортта мысалғы ашылатын төлем тез төленеді, мысалғы ешқандай да кептеліссіз тез өтіледі барлығы. Ол да мысалға Астана Хаб қатысушысы, ол мысалы қазір Өзбекстан нарығына шығып жатыр, сол жерге де шықты. Тағы қандай компаниялар бар? Естілетін дегенде бәріңіз білетін.
енді индрайвер қазір біздің қатысушысы болып тіркелмеген, бірақ олмен біз серіктестіктеміз. Бізде отырады, серіктестіктеміз олармен. Арбуз KZ мысалға, арбуз. Олардың мысалы приложениялары, осы приложениясын құрғандары, олар учет жақсы жасағанда, учетты ішкі мысалға магазиндер мысалға қалай, дүкендер мысалға қалай дұрыс ыңғайлы түрде прям 1С сияқты емес. Ішкі жағы кішкене мүмкін 1С сияқты шығар, бірақ сыртқы жағы тағы да бөлек бар мысалға. Ол жерден магнумнан мысалға алуға болады ғой, доставкамен товарларды сол сияқты жасаған. Бірақ ол тек қана бір жағы емес, түгелдей қамтығанда барлық жағын. Дүкен жағынан, сыртқы жағынан да мысалы, олар қазір Америка нарығына, бірақ басқа продуктпен шыққан, Pine Melon деп аталады. Қазір олар сол жақта Авиата, мысалы, біздікілер Авиата, содан кейін жаңа айтуға ұмытып кеттім, Silkway-дан басқа бағдарламалар бойынша бізде Hero Training деген бар. Ол Draper University-мен бірге жасалынған бағдарлама. Оның аясында біздің стартаптар силикон алқабында өздерінің шешімдерін көрсетіп, сол жерде әрі қарай жетілдіреді. Сол жерде әртүрлі белгілі бір IT мамандарымен кездесіп, солардан мысалы сараптарын, кеңестерін бөлінеді. Мысалға, бір жылдары Илон Маск мысалға сол жерде Draper Hero Training-тің қатысушыларына өзінің мысалға кеңесін берген, олардың алдында жаңағы өзінің әңгімелерін айтқан, өзінің тәжірибесімен бөліскен. Осы жылғы мен қазір шынымды айтсам білмеймін, қандай эксперттер мысалға бар екенін, бірақ көруге болады, өте қызықты. Бізден мысалы Қазақстаннан 15 стартап жіберілді. Қазіргі таңда олар тамамдап жатыр. Бірнеше апта бойы олар сол жерде тұрып, силикон алқабында оқып, әртүрлі курстар болды оларда. Енді қалған 5 ай бойы сол жақта тұрып, сол жерде өздерінің әрі қарай кәсіптерін жөнделіп, басқа нарықта қалай жұмыс істеу керек екенін үйренеді. Содан кейін көреміз, енді Draper University-дің өзінің тәжірибесі бойынша, онда оқыған стартаптар инвестицияны тартады негізі, шетелдік инвестициялар. Сондықтан көреміз, біздікілерде сондай жетістікке жетеді деп үміттенеміз, күтеміз алдағы уақытта. Сол енді сұраққа жауап бердім деп ойлаймын енді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Орынды жауап бердіңіз. Рахмет. Болды ма сұрақтар? Рахмет, да. Мен бұндай прям интервью болады деп ойламағанмын ғой, мен жүрек осылай. Саламатсыз ба? Сәлем. Өзіңіз жайлы өткізсеңіз. Менің атым Бейбіт. Мен Астана Хабта қаржыландыру бағдарламаларды кеңсесінің директоры боламын. Сіз сол қаржыландыру бағдарламаларында қандай өнімдеріңіз бар? Біздің ең ірі бағдарламасының бірі, мысалы, Техорда, Seed Money. Техорда жайлы кетсек, толығырақ айтында, бұл біздің Қазақстанның азаматтарына IT жолына түсуге мүмкіндік. Біз кез келген салада жүрген бірақ азаматтарды, дәрігер болсын, басқа бір кәсіппен айналысын, бірақ ол IT-ға қызығушылық білдірсе, біз сол адамға грант бөлеміз. Біздің жекеменшік IT мектептерде оқытуға 6 айдан көп ұзақтығы курстарды оқып, түбінде IT маман болып шығады. Ол мүмкіндікті қалай алуға болады? Біз жылда іріктеу өткіземіз. Мысалы, қазіргі сәтте біз жекеменшік IT мектептерді іріктеу процесіне өткізіп жатырмыз. Біз осы мектепті таңдап болғаннан кейін, аккредитация өткеннен кейін, келесі айдың тамыз айына таман біз іріктеуді студенттердің арасында бастаймыз. Кез келген азамат 18 пен 45 жасының арасында біздің бағдарлама түсе алады. Бізде мысалы 2022 жылы 50 IT мектеп өзінің 155 курстарын жарияланып, ода бізде 3000-нен астам студент
грант алып сонда оқып жатыр бүгінгі күнге дейін. 50 мектеп дейсіз, ол 50 IT мектеп. 50 IT мектеп, ол Қазақстандағы IT мектептер ме, әлде басқа елдік IT мектептер ме? Мысалы біздің талаптарымыз бар. Біріншіден, бұл IT мектеп өзінің қаласында өзінің компаниясын ашу керек. Бірақ егер де шетелдік компания бізге келіп өзінің міндетті түрде Қазақстанның компания ашса, болсын, сосын Астана хабтың резиденті болған жағдайда біздің бағдарламада қатыса алады. Бірақ біздің осы IT мектептерде мұғалімдер, Қазақстанның мұғалімдері, шетелден келген, өздері келіп оқытатын немесе офлайн, онлайн өткізетін шетелдік мамандар да көп мұғалімдердің арасында. Сол грант алған кезде қандай жастық категория бар? Жастық категория дейіз, мысалы бізге бағдарлама түсіп жатыр, ол 18 бен 45 жастың арасында. Сондықтан бізде мысалы курстар бөлінген. Бұл бастапқы IT саласында енді бірінші қадам жасап келе жатқан азаматтарға да бар, әлде уже IT мамандың жұмыс істеп өзінің нәтижесі бар, кезінде IT жұмыс істеген оқыған немесе дәл соларға өзінің компетенциясын жоғарырақ биігірек асыруға арналған IT курстар да бар. Сол берген IT грант, сол техорда берген гранттарды ұстау оңай ма? Алуға ма? Жоқ, алуға емес, мысалы мен сол грантты алдым. Ол грант өзінің мерзімі бар ма, мысалы 3 айлық, әрі қарай ол жақ ақылы дегендей. Түсіндім сізді, иә. Қараңыз, біздің IT курстар мектептер жүргізетін, ол 6 айдан ұзақ болды, 6 ай немесе одан да ұзақ. Ал сабақ оқу бастайтында ол мектеп өзі сайтында жарияланып, мысалы бізде қыркүйекте басталады десе, ол міндетті түрде студент қыркүйекте бастау керек. Ол ұстап отыра алмайды, мен бүгін барам, ертең бармайын деп. Басталған кезде барлық өзінің басқа студенттермен қатар оқуын бастау керек. Егер де студент сабағын өткізіп, нашар оқып, мысалы үй жұмысын істемесе, бұл өзінің грантын, ваучерін жоғалтып ала алады. Ол да бар, өйткені бұл да бір оқудың бір стимул деп ойлаймыз. Өйткені мысалы бұл әр студентке бұл бір ваучер 600 мыңға дейін төленеді. Бұл оқу саласында әжептәуір бір ваучер грант деп ойлаймыз. Жекеменшік мектептер бағалы, құнды курстар жариялап осы студенттерге береді, оқытады. Қанша грант беріледі дедіңіз? 2002-де 3000 грант болды, 3068. Биыл тағы да бір осы іріктеуде 3000 таратамыз. Тағы да ойымыз бойынша күзге таман тағы да 1000 ваучер таратамыз деп ойлаймыз. Сол жалпы биыл 4000 ваучерге дейін жеткіземіз деген ойдамыз. Техорда сондай мұншақты гранттарды беріп өзіне қандай, мысалы орысша выгода, қандай выгода алады ондайдан? Біздің басты мақсатымыз, мемлекет басшысынан қойылған өздеріңіз мақсатымыз бар, 25 жылға дейін 100 мыңнан астап IT мамандар даярлау. Оның 20%, 20 мың студент, 20 мың студент баламалы IT білім беру бағдарламасы арқылы оқыту. Баламалы дегеніміз, бұл мысалы бізде жоғарғы оқу орындары болса, осыған баламалы бізде жекеменшік IT мектептер арқылы 20 мың студент 25 жылға дейін біз дайындамақшымыз. Мысалы қараңыз, әр инновация, әр революция ол адамдардың арқасында жасалады. Егер де бізде IT мамандар қасында көп болса, олардың деңгейі биік болса, оның артынан IT компаниялардан да жаңа стартаптар шығады. Қазақстанның аты әлем бойында аты шығып, біздің мамандар өзінің орнын табады деген ойдамыз. Өйткені бүгінде біз білеміз, Қазақстаннан шыққан азаматтары шетелде үлкен-үлкен биг-тек компанияларға орналасып, ол жерде бір жетістікке жетіп жатыр. Жақсы, сұрақтарым бітті, жауабыңызға рахмет. Келіп тұрыңыз, қатысыңыз. Жақсы, рахмет. Ал достар, осымен біздің экскурсиямыз аяқталады. Егер де сіздерге осы технопарк ұнаса, комментарий ретінде жазып кетіңіздер. Және де
комментарийға басқа IT компанияның атын жазып кетіңіздер, біз сол компанияға барып обзор түсіретін боламыз. Ал сіздермен болған жай код қауымдастығы кездескенше.